Қымбатты оқушылар, бүгін 27 наурыз сандық сипаттамалар сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың жоспарымен таныс болайық. Бірінші, бүгінгі сабақта не нәрселер қарастырамыз? Бірінші әдеттегі шабуыл тапсырмасы, қызықты логикалық тапсырманы орындайтын боламыз. Одан кейін екінші, қайталау. Өткен сабақта біз пайыз деген тақырыпта өткен болатынбыз. Сол пайыз тақырыбына байланысты есептерді кішкене қайталап өтеміз. Одан кейінгі бөлімде аралас есептер. Сіздермен бұған дейін өткен тақырыптар бойынша аралас типтегі есептерді шығарып талдайтын боламыз. Одан кейін сабақтың соңғы бөлігінде әдеттегідей брейнсторм тапсырмасы. Бұл енді бақылау жұмысы форматында сіздерге тапсырма ретінде алынады. Яғни бүгінгі сабақта және бүгінгі дейінгі сабақтарда қарастырылған тақырыптар бойынша сабақтың соңында 4 есептен тұратын жұмысын алатын боламыз. Бұл берген тапсырмамыз, қараңыздар, сурет. Екі суреттегі адам, ағаш және мысықтың өлшемдері, ұзындықтары бірдей, тек қана орындарынан ауысып тұр. Бірінші суретке назар аударыңыздар. Бірінші суретте адам мен ағаштың ұзындығынан басқа, адам мен ағаштың ұзындығының жалпы мәні 310 см. Ал екінші суретте, оң жақтағы суретте орындар ауысты. Адамның ұзындығынан басқа, мысық пен ағаштың ұзындығы 280 см. Енді сұраққа оралайық. Тек қана ағаштың ұзындығының неше екендігін табуымыз қажет. Енді бұл сұрақты шығарған кезде бірінші жаңа кішкене көмек айтты есептің шартына байланысты. Мына сол жақтағы суретке қараңыз. Мысықтың ұзындығын есептемегенде тек қана адам мен ағаштың ұзындығын жалпы 310 екендігін көріп тұрмыз. Енді мына жерге мен қазір жазайын. Бірінші суретті мен қазір түсіндіріп беремін. Ал екінші суретті тура осыған қарап, сіздер айтып көресіздер, одан кейін шығарып ары қарай жалғастырамыз. Жақсы, қараңыз. Бірінші суретте адам, мына жерге жазайын. Адам. Және оның ұзындығын қосамыз ағаш. Одан алып тастаймыз. Айжан, қараңыз, адам мен ағаштың ұзындығын қостық. Енді ол мәннен азайтамыз мысықтың ұзындығын. Мына жерге мысықтың ұзындығын азайтамыз мысық. Сол кездегі қалған мән бұл 310 см. Азайтылған мысық. Сол кездегі мән тең болады 310-ға. Ағайыз, мысықтың сантиметрін білмейсіз ғой? Иә, неше екенін білмейміз әзірге, ол ұзындықтарын білмейміз. Бірақ мына 310 дегенімізді қараңыздар. 310 см дегеніміз, мынау суретке қараңызшы, мына жағы адамның ұзындығы, одан кейін ағаштың ұзындығы, екеуінің жалпы ұзындығынан мысықтың ұзындығын алып тастаған кезде қалған мән 310. Түсіндіңіздер ме бірінші суретті? Енді екінші суретті тура солай сіздер жоғарыдағыны айтып көріңіздер, мен жазайын қазір мына жерге. Орындар ғана ауысып тұр. Бірінші мысықтың ұзындығы, мысық, Ағаш, адам. Тамаша, мысықтың ұзындығына қосамыз ағаш, дұрыс айтасыздар. Азайтамыз. Адам. Тамаша, дұрыс айтасыздар. Сен 280-ге. 280, дұрыс айтасыңдар, керемет. Енді осы жерден біз ары кішкене математикалық есептеулер солай жалғастыратын боламыз бұл есепті. Енді қараңыз, осы жерден мәндердің бәрін қосып жіберейік бірімен, қараңыз. Бәрін қосатын болсақ, қосайық. Енді біз мына математикада оң және теріс сандар деген тақырыпты өтті емес пе? Математикадан өтілді, сандық сипаттамалардан өтілді. Қазір сол жерді қолданамыз. Қараңыз, екеуін бірімен қосқан кезімізде қайсы мәндер өзара жойылады? Қараңыздаршы, таңбасы қарама-қарсы болғандар қайсылар болып тұр? Мына жерге қараңыз. Иә, плюс мен минус, тамаша, дұрыс айтасыңдар. Қайсының таңбасы плюс? Иә, мына адамның таңбасы минус қой. Иә. Мына жақта адам таңбасы плюс. Екеуі жойылып кетеді. Тағы да қайсы жойылады? Мысық. Мысықтың таңбасы минус, мына жақ плюс, олар жойылып кетеді. Ағаштардың таңбасы ше? Ағаштар жойылмайды. Оны қосамыз. Ағаш пен ағашты қоссақ, неше ағаш болады? 2 ағаш. Ағаш, тамаша. Тең болады. Мына жағын қарайық, оң жағын 310 мен 280 мен қосамыз. Қосайық, азайтпаймыз, қосып жатырмыз ғой біз. 590. Дұрыс айтасыңдар. 590. Енді осы жерден ағаштың мәнін табу үшін, 590-ды бөлемін 2-ге. Бөл жерден, жылабырақ бөл жерден жауап неше болады? 295. 295. Демек, тек қана ағаштың ұзындығы 295 сантиметр болады. Жақсы балалар, есепке байланысты сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып
сұрасаңыздар болады, одан кейін ары жалғастырамыз. Келесі балалар, біз сабақтың келесі бөлімін өтіп жатырмыз. Қазір қайталау номер 1, яғни пайыз тақырыбына байланысты қайталау есеп. Бірінші есеп, сыныпта 13 ұл бала бар, және ол барлық сыныптың 52%-ын құрайды. Сыныпта қанша қыз бала бар екендігін анықтауымыз керек. Демек, 13 ұл бала бұл сыныптағы барлық оқушылардың 52%-ын құрайды. Яғни біз бұл есептерді пропорцияға келтіріп шығарсақ, жылдамырақ, оңайырақ шығады. 13 ұл бала бұл 52%-ды құрайды, ал 100% сыныптағы барлық оқушылар бұл 100%, ол дегеніміз x, соны анықталайық. X-тің мәнін табу үшін 13 пен 100-ді көбейтеміз, 52-ге бөлеміз. 13 пен 52-ді 13-ге қысқартатын болсақ, 1, 4 қалады, 100-ді 4-ке бөлеміз, 25. 25 дегеніміз сыныптағы барлық оқушылардың саны. Енді есептің шарты бізге тек қана осы барлық оқушылардың ішіне қыз балалардың саны неше екендігін сұрап жатыр. Олай болса, 25-тен 13-ті алып тастаймыз, 12. Жауабы сыныпта 12 қыз бала бар екен. Олай болса, балалар, біз 2 және 3 есепті мына жерге жауаптарын шығарған жауаптарыңыз өте дұрыс, керемет, көп барлығыңыз дұрыс шықты. Енді сабаққа қатыспай қалушылар болса, осы жауаптарға қарап келтіріп шығарып көрсеңіздер болады, шығарған жауаптарыңызды осы жауаптармен салыстырып көріңіздер. Олай болса, сабақтың келесі бөлігін жалғастыратын болады. 4-ші есеп, пойыз барлық жолдың 34% жүргеннен кейін тағы 957 км жол жүру қалды. Барлық жолдың ұзындығын табыңыз. Мен мына оң жаққа суретті салдым, яғни пойыз жолдың суретін салдым рельстермен. Барлық жүру керек болған жол негізінде 100%. Яғни айталық, пойыз Алматы қаласынан Нұрсұлтан қаласына қарай шығу керек болып керек. Яғни Алматыдан Нұрсұлтанға дейін жүретін жолдың барлығы бұл 100%-ды құрайды. Сол 100%-ық жолдың 34%-ын жүргеннен кейін, яғни 34%-ын жүріп өткеннен кейін, тағы да ары қарай жүру керек болған 957 км қалды деп тұр. Енді қараңыздар. 34%-ын жүріп қойды. Яғни 100%-дан 34% азайттық. Сол кезде 66% қалды. Яғни жүру керек 66% жол қалды. Ол дегеніміз 957 км-ге тең. Ары қарай бұның алдында есепте түсіндіргенімізде пропорция бойынша жалғастырамыз. 957 км дегеніміз бұл 66% құрап тұр. Суретке қарасаңыздар. Ал 100%-ық барлық жол x деп алдық. X-тің мәнін табу үшін 957-ні көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 66-ға тең 1450. Демек, барлық жол, яғни пойыздың барлық жүру керек болған жол 1450 км-ге тең болады. Жақсы, енді сіздің кезегіңіз 5-ші тапсырманы шығарып көріңіз, жауаптарыңызды чатқа жазсаңыздар. 5-ші есепті, яғни енді сіздің кезегіңіз тапсырмасын осыған қарай орындап көріңіздер. Жауабын жаздық, жауапты осымен тексеріп көрсеңіздер болды. Жауабы 320-ға тең болады екен. 6-ші есеп, компьютердің бағасы 24% арзандағаннан кейін 21280 теңге болды. Арзандағаннан дейін компьютердің бағасы қанша еді? Яғни есептің шартында арзандады, төмендеді, кеміді, азайды деген сөздер қолданатын болса, 100%-дан 24% алып тастаймыз, 76% қалды. Яғни 21280 теңге дегеніміз бұл 76%-ға тең, ал 100%-ық баға x. Осы жерден x-ның мәнін табу үшін 21280-ді 100-ге көбейтеміз, 76-ға бөлеміз, 28. Яғни скидка болмай тұрып, жеңілдік жасалмай тұрып бастапқы бағасы 28 000 теңге болған. Жеңілдік жасалғаннан кейінгі баға 21 280-ге тең болған. Жақсы, жауаптарыңыз келесі 7-ші есептарын чатқа жазыңыздар. 8-ші есеп, енді пайызға байланысты кішкене басқа түрдегі есебіміз, қазір осы қалай шығару керегін түсіндіремін. 160 теңге тұратын тауар жеңілдікпен 120 теңгеге сатылды. Тауардың қанша пайызға арзандатылды, соны табуымыз керекпіз. Яғни 160 теңге дегеніміз бұл 100%, өйткені тауардың бастапқы бағасы барлық уақытта 100% құрайды. 160 теңге дегеніміз 100%, ал енді 120 теңгеге сатылды ғой, 120 теңге дегеніміз x%. Осы жерде мұқият болуымыз керек. 160-ның астына 120 жазамыз, өйткені санның астына сан жазылады, пайыздың астына пайыз жазылады. 160 деген 100%, 120 теңге болды, x%. X% табу үшін 120-ны көбейтеміз 100-ге, 160-ға бөлеміз 75. Бірақ жауапты әлі де айтуға асықпаймыз, 75% деген нені білдіреді? 160 теңге тұратын зат 100% оқитын болса, бұл 120 теңгеге баға түскен кезде мынау 75% болды. Енді сұрақ, тауардың бағасы қанша пайызға арзандатылды, соны табуымыз керек. Демек, 100%-дан 75% алып тастаймыз, қалған 25. Демек, жауабы тауардың бағасы 25%-ға арзандатылған. Енді келесі 9 мен 10-да жауаптарын чатқа жазыңыз, мен қазір қараймын, кімде дұрыс. 8-ді шығардық балалар, 9 мен 10-ның жауаптарын жаздық. Енді сабаққа қатыспай қалған балалар болса, немесе кейіннен қосылған оқушылар болса, 9 мен 10-ды шығарып көріңіз және жауаптарын міндетті түрде тексеріп, қатемен жұмыс жасауларыңыз. 11-ші есеп, тауардың бастапқы бағасы 80 теңге еді, бірақ ол 92 теңге деген қымбаттады. Тауардың бағасы қанша пайызға деген өсті. Мұның алдындағы шығарған есеп өте ұқсас, бірақ енді өсті керісінше берген есеп. 80% бұл 100% құрайды, 80 теңге бұл 100% құрайды, 92 теңге бұл x%. X% табу үшін 92-ні 100-ге көбейтеміз, 80-ге бөлеміз 115. Енді қараңыз. Тауардың бастапқы бағасы 80 теңге еді, ол 100% құрайды, 92 теңге болған кезде 115% құрап тұр. Демек, тауардың бағасы қанша пайызға дейін өсті? Бұны анықтау үшін 115%-дан 100% алып тастаймыз, 15. Демек, тауардың бағасы 15%-ға дейін өсті дегенді білдіреді.
Енді келесі 12 мен 13 мысалдарды шығарып көріңіз, жауаптарыңызды чатқа жазыңыз. 12 мен 13-те шығарған жауаптарыңыз өте жақсы, дұрыс, керемет. Енді сабаққа қатыспай қалған балалар немесе кешігіп келген балалар болса, есептерді міндетті түрде шығарып көріп, жауаптармен тексеріп көрсеңіздер. 14-ші есеп, жаңа үйде, яғни елестетіңіздер, жаңа бір ЖК салынды, жібек комплекс. 640 пәтер бар. Алғашқы 3 айда барлық пәтерлердің 40%-ын, екінші 3 айда 30%-ын сатты. Барлығы неше пәтер сатылған? Бұл есепті шығарған кезде бірінші енді 40% бен 30%-ды қосамыз, өйткені алғашқы 3 айда 40%, одан кейін 3 айда 30% сатылған. Сонда барлығы 70% пәтер сатылған. 640 бұл 100% құрайды. Соның 70% x табатын болсақ, 640-ты көбейтеміз 70-ке, 100-ге бөлеміз, 448. Яғни барлық 640 пәтердің ішінен 448 пәтер сатылды деген білдіреді. Енді сіздер келесі, енді сіздің кезегіңіз 15-ші мысалды шығарып көріңіз, жауаптарыңызды чатқа жазыңыздар. Мен тексеріп. Демек 15-ші мысалдың жауабын жаздық. Әлі шығарып айтылмаған болса шығарып көріп, жауаптарын міндетті түрде осымен тексерсеңіздер болады. Аралас есептердің ішінен қазір біз балалар аралас есептеп өтіп жатырмыз. Соның ішінен назарыңызға бірінші тапсырма. Мына бір бөлме, бөлменің сызбасы берілген. Яғни мына коридор ортасында коридор деп есептейтін болсақ, жоғарыда төменде есептеген кезде барлығы 6 бөлме бар екен. 6 бөлменің ішінде мына аудандары белгілі болған бөлме бар, аудан белгілі болмаған 2 бөлме бар. Соны аудан табуымыз керек. Ең бірінші бастаған кезде мына 49 деген жерде бастадық. 49 деген бұл квадрат, яғни қабырғалар бірдей болады деген сөз бұл бөлменің. Онда 49 болсын 7 мен 7 болады. Енді 20 болсын 7 мен 4 болады, қабырғалар көбейткен кезде 28. Одан кейін мына 30 мен 35-ті бастадық. 30 дегеніміз 35, екеуінің де ортақ бөлінсе бұл 5 қой. Демек мына биіктіктер ені, яғни 5 болса, мына жерде бөлменің ұзындығы 6, 35 болған бөлменің ұзындығы 7. Өйткені 7 мен 5 көбейсек 35, 6 мен 5 көбейсек 30 деген секілді. Енді ары қарай коридор 28-ді қараймыз. 28 болу үшін 7 мен 6 қостық 13. Жалпы 28 деген 14 пен 2-нің көбейтіндісі болуы мүмкін. Сондықтан осы жерден мына 7 мен 6 қосқан кезде 13, демек ортадағы кішкентай бөлменің ені 1 болады. Сонда мына қатардың бәрі 14, ал мынау ені 2. 14 пен 2-ні көбейсек 28 шығады. Жақсы, ары қарай біз енді мынау коридордың ұзындығының 14 екендігін таптық. Олай болса төбеге қараймыз. 7 мен 4 бар еді 11. Демек мына сол жақ төбедегі бөлменің ені 3 болады, ал мына жағы 7. Сонда осы бөлме 21, ал төмендегі кішкентай бөлме ол 5 ауданы. Осы аудандар белгісіз болған екі бөлменің аудандарын қосындысы нешеге тең болады деген сұрақ болатын. Демек 21 мен 5-ті қосамыз 26. Демек екі ауданы белгісіз болған бөлменің аудандарын қосындысы 26 метр квадратқа тең екен. Жақсы, бұл тапсырманы балалар шығардық. Біз енді қазір брейнсторм тапсырмалар қалды. Брейнсторм тапсырмалармен сіздерге айтамын, қай есепте шығара келген группаға жіберемін. Яғни 4 тапсырма бар. Шарттармен осы 4 тапсырманы жіберемін. Нені табу керек, не нәрсені шығару керек деген секілді. Осыған байланысты шығарып көресіздер. Одан кейін жауаптарын міндетті түрде группаға жеке жазасыздар. Одан кейін ол жерден тексеріп береміз жауаптарын. Немесе ата-аналарыңызға ол есептердің жауаптарымен бірге жібереміз. Сіздер ары қарай осыны шығарып, одан кейін барып соған қарай жауаптарын тексеріп көрсеңіздер болады. Жарайды ма? Жалпы біз бүгінгі сабақта осы аралас типтегі есептер көбінесе пайызға байланысты есептер шығардық. Одан кейін сабақтың соңғы бөлімі осы брейнсторм тапсырмаларымен. Яғни бұны біз енді жасап үлгермедік, бірақ сіздерге тапсырма ретінде бұны береміз. Сіздер шығарып көріп, міндетті түрде сабақтан кейін, бұдан кейін сабақтарыңыз болып, сабақтарыңыз аяқталғаннан кейін бұл тапсырмаларды міндетті түрде шығарып, жауаптарын тексеріп көруіңіз қажет. Мына жерден бұлар шарттарын қысқаша түсіндіріп өтейін. Қараңыз, бірінші тапсырмада жалпы мына сағатты көріп тұрмыз, сағатты. Сағатқа неше пайыз жеңілдік жасалған, неше пайыз скидка жасалған, соны табу керек. Үшінші тапсырмада дәліздің ауданын табу керек. Ал екінші тапсырмада мына үлкен параллелепипедтің ішіне кішкентай кубиктің неше данасын салуға болады деген сұрақ. Ал төртінші тапсырмада мына боялған бөліктің ауданы нешеге тең екендігін табу керек. Есептің шарттарына байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Балалар, 4 есептің шартына байланысты сұрақтар бар ма? Бірінші сұрақта. Қайсысында? Үшінші есепте мына дәлізде тұр ғой, дәліз. Сол дәліздің ауданын табу керек. Жаңа асхана бар, монша бар, қонақ бөлмесі бар, екінші бөлме бар, мына бірінші бөлме бар. Сіздер дәліздің ауданы нешеге тең болады? Жаңа жоғарыда ашқан есепке ұқсас негізі. Дәліздің ауданын анықтауымыз керек. Төртінші есепте боялған бөліктің ауданын табу керек. Ал екінші есепте қараңыз. Екінші есепте мынау кішкентай кубиктің неше данасын мынау үлкен немесе салуға болады деген сұрақ. Яғни мына жерлермен түсіндіріп өтейін, мынау қабырғалардың мәнін айтып кетейін. Мына жердегі қабырға, мынау табаны бірдей болады. Табаны 4 квадрат. Мынау да мына жағы 2. Мынау барлық қабырғалар 2 болатын куб, текті. Ал мынау параллелепипед қабырғалар 4, 6 болатын. Енді сіздер мына
мынандай кішкентай кубиктердің неше данасын мынаның ішіне салып толтыруға болады деген сұрақ. Соны табуымыз керек. Жақсы, мен қазір мына шарттарын бір түсіндіріп өтейін, мына жерге запискіні жасайын.